1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңалықтармен таныстырған Жадыра Жұмакүлбай. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Нұрын шашып шығыс атыраптан, ақындар алаш сүйіп өлең өзен тасып атқан, тектілікке тұсау салып арылсын деп басып ақтан, атым жарып кесір қоғам қабырғасын қақыраптан. Жер жексен ағаш орман алапат күш тасу атқан, тамырына балта шауып тағдырыңды тоқыратқан. Өкінішпен өкпен ала өткен күні басу айтып жыр емесі жидебайым желке керді атып ақтан. Атым жеңген ақын елі болашаққа датын айтқан, қасиет құт жоғалмайды абай туған топырақтан. Айбек ұлын күйін тартып Ерболаттың шырын айтқан.